Ассалаумағалейкум, бұл Қаж медиа арнасы YouTube-таймыз бағдарламасы. Білесіздер, биыл Қазақстандағы сайлауға 14 мың үміткер тіркеліпті. Енді халықтың көп арасында тарап жатқан сөз, бұлардың бәрі кім, демде қайдан шықты деген сияқты. Бірақ шынымен де бұл сайлау біздің ел ішінде жүрген неше түрлі елдер бар екенін, халық үшін қызмет етіп жүрген қызметкерлер бар екенін көрсетті. Соның бірі Мақсат Құрманалиев. Қош келіпсіз аға. Мынау түсіп жатқан сайлауыңыз аудандық, кішігірім, мәжіліс емес, мәслихат емес, қалалық мәслихат емес, бірақ сол облыстың ішіндегі бір аудан. Бірақ негізі баяғы Үшкемпірттің сөзі бар еді, екеуміз оран қылып жүрген. 5000 ауылдан 5000 жігіт шықса, бұл ауылды көтереді деп. Енді біз сізді танимыз, өз ауылыңызды көтеріп, өз деңгейіне жеткізген жігіттің бірісіз қысқасы. Жаңағы Үшкемпіріп әңгіме қылған 5000-нің біреудегі тұрарлық. Бірақ енді ел білмейді. Сондықтан өзіңізбен танысайық. Отбасыңыз, жалпы өзіңіз жайлы немен айналысатыныңыздан бастасақ. Мен енді Сайрам ауданының тумасымын. Сол Сайрам ауданына қарасты Қайнарбұлақ ауыл округі бар. Соны Шіркін деген ауылдан туып өстік. Енді қалай айтсақ екен. Әкеден жалғыз. Анамыз екеуміз сол ауылдан өсіп өндік. Енді қазір келіншегім 5 бала шағам бар. 3 ұл, 2 қызым бар. Алланың берген. Енді сол кішігірім ауылда еңбек етіп, көз ашқаннан еңбек етіп келе жатырмыз. Енді кәсіп қылып жатырмыз. Сол ауылда біраз шаруалар жасалды. Енді аудан деңгейінде өз бөлінеді ғой, аудан деңгейінде, республика көлемінде деген сияқты. Біз де өзіміздің ауыл деңгейінде шама шарқым жеткенше іс-әрекеттер жасадық. Енді аудан көлемінде басқа ауылдарға да еңбек етсек деген армандар бар, ойлар бар, мақсаттар бар дегендей. Сонымен енді оның үстінде сайлау алдында талай сайлауды көрдік қой, өзіміз қалай сайлауға бардық, қанша депутаттарды көрдік. Менде де сол қанша айтқан кезде сол сайлауды енді өзіміздің басыма түсті ғой, енді айттық қой, талай кезінде әңгіме келдік қой, енді айтады қойшы енді өтеді деп. Енді биылғы сайлау енді жаңа қадамдар, жаңа бастамалар, жаңа адамдар деген ұранмен шығып жатыр. Біз де өзіміздің тәуекелге нар тәуекел деп. Сенесіз ба, әділ сайлау өтеді деген? Болады, әділ сайлау болады деп сенемін, бұйырса. Енді 19 наурызда көреміз енді қалай болатынын. Енді басқасында жүрміз ғой. Енді жалпы билік қой енді, депутаттықтың өз мандат, билік, атақ, абырой, енді ақша жоқ аудандық мәслихатта. Бірақ не ұмтылдырып тұр қазір сізді тағы? Енді белгіленген айлық жоқ, енді айлық үшін емес, бірақ ел үшін дегенде ғой мәселе. Негізі аудандық мәслихатқа, облыстық мәслихаттағы депутаттардың жұмысы не ғой? Жаңағы әлеуметтік жұмыс қой, негізі. Социальный работа дейді ғой. Сондай айлығы жоқ, басқасы жоқ, мәжілістегідей. Бірақ көптеген мүмкіндіктер беріледі. Жаңа шын мәнісінде ел үшін қызмет қыламын деген азаматтар үшін мүмкіндіктер бар. Есіктер ашылады дейсің. Халықтың қалаулысы бекерден айтпайды. Халықтың қалаулысы деген бұл билік пен қарапайым халықтың ортасында көпір. Алтын. Бір парадокс. Мысалға мынандай мәселе бар да. Осы уақытқа дейін жалпы өзіміз болсын, біз халықпыз ғой бәріміз. Біз былай дейміз, депутаттар ана жерде отырып тек қана ұйықтап жатыр, анау да мынау да дұрыс адамдар жоқ деп. Бірақ биыл байқадым. Енді білесіздер, соңғы мәрте 2004 жылы болу керек, сол кезде ғана жеке мандат деген нәрсе болғанда нелерге, мәжіліске. Мәслихаттарда, аудан мәслихаттарында болып жатты облыстық, бірақ мәслихатқа соңғы мәрте 2004-те болды, одан кейін партийный немен кетті. Партийнемен определенный бір нелерде көбірек, мүмкіндік көбірек болды, партияларда деген сияқты. Енді биыл байқасам өте көп танымал адамдар болсын, елге қызмет қылып жүрген адамдар түсіп жатыр. Оның үшін мысалы біреулер танымал болып белгілі, біреулер танымал болмаса да Мақсат ағамыз сияқты біз білеміз. Тірлігін білеміз. Сондай тапсырып отыр. Бірақ сол танымалды адамдарға жаңағы астына бір комментарийлерін қарасаң,
сен де кеше жап жақсы едің, енді ана жаққа барып не алайын деп жатсың. Билікке барып сонда халық дұрыс депутаттардың болғанын қалайды. Бірақ соған енді бағымыз сынап көрейік, бір мандатты жолмен тапсырайық, ешқандай партияға кірмей деп баратса, олар туралы әңгіме бұзылады да, мысалы. Сол үшін мүмкіндік бәрінде болу керек деп ойлаймын. Көру керек, оның өзгеретін, өзгермейтін біз тек қана сол жаққа барған кезде ғана көреміз, оған дейін біз көре алмаймыз. Сол сияқты Мақсат ағаларымыздың барып жатқан ол өте жақсы дүние. Жеке ешқандай атақты, даңқты қаламайық, елге онсыз да бір Құдайдың разылығы үшін деп тірлік істеп, ешкім рахмет айтпаса да өзінің әрекеттерін жасап жүрген кісілер ертең ауданға барған кезде ол жерде мүмкіндік бар. Яғни ол жерде мысалға қандай ақша бөлініп жатыр жалпы ауылды көтеру үшін. Қазір 5 жылдық президентіміз айтпақшы, ауыл жылы болып, 2023 пен 2027. Ол жерде қандай ақшалар бөлінеді. Кейде осылай ауылдың ішінде жүрген азамат нақты қай жаққа бөліну керек екенін біледі ақшаның да. Білмейтін адамдар жай ғана бөліп тастаса, оның жай ғана қаражаттың жұмсалған деген аты бар, бірақ проблема шешілмейді. Сондықтан Мақсат ағаларымыз сол ауылда тұрады, сол ауылдың жанашырларымен бірге тірлік істейді, солармен бірге ақылдаса отыр, ертең ана жерде мінберде отырып айтады, мынау нәрсеге бізге керек емес, мынау нәрсеге керек. Нақты керек. Ақша, оның суммасы мысалға аз болып тұрса, оны көтеру керек деген сияқты да. Сол үшін бұл кісілердің барған дұрыс деп ойлаймын. Енді ауылда проблема көп қой, шынында да. Сіздің ұраныңызда бәрі де ауыл үшін. Бәрі де ауыл үшін, иә. Қандай проблемалар бар? Ауылдан мысалы көктем келе жатыр, мысалы ауылдың басты проблемасы су жолдары тазаланбайды, мысалы каналдар. Басты проблема. Ауылға су кеп тұрса, халық жұмыс істейді. Бізде мысалы су реально мысалы проблема. Былтырлары мысалы өзіміз мысалы үкіметтен ақша бөлінеді, оған бұл тура келе ма, келмей ма, оны белгісіз. Бірақ жаңа техника бөлінеді, ол техника келеді, ол 14 күнге белгіленеді. Та 14 күнде үлгерсең үлгердің, үлгермесең жоқ. Үйті оның соляркасына өзіміз қаражат жинаймыз. Үйті ауылдың жастары, белсенділер басында жүреді. Енді сол нәрсені. Одан кейін жаңағыдай бұзылған дамбыны өзіміз қаражат, өзіміз ауылдан кәдімгі жастар қолдап, үлкендер батасын беріп, үлкендер тасып, кәдімгі өзіміз дамбы құрдық. Енді бұзылғанда ремонттатып қайтқан кезде. Көп нәрсе, сондай су мәселесі бар. Жол мәселесі бар, свет енді орнатылған, бірақ бәрінің мерзімдері өтіп қалғанда. Бұлай жанады кәдімгі. Қағазда енді свет жанып тұр ғой. Идеальный, бәрі әдемі. Ал ауылдың ішінде жүрсең? Мен баяғыда өзім ауданда жұмыс істеп жүрген кезде осы жол мәселесінде өзім атсалысып, осы ауылдың жолында. Енді оны мен мақтанған емеспін, ешкімге айтып. Осы жолды да, мектептің салынуына да атсалыстық. Одан бөлек жаңа стадион салынды. Одан бөлек мектепке бөлек қосалқы жаңағыда жер бөлініп берді, 2 гектар жер. Енді сол 2 гектар жер беріліп, сол сияқты проблема ауылда көп. Жол, свет, мәдениет үйі салынса, жаңа спорт комплекс салынса, жастар біздің ауылда қазір мектептің алады, онда бір күн былай деген сияқты. Кеше өзіміз мысалдай балдарға күрес алдына матрас алып бердік. Ауылдың жастары, мен емес, ауылдың жастары қимылдап жатыр. Оларда құлшыныс көп, бірақ оларға поддержка берген адам жоқ. Кім мысалға, екі-үш қалталы азамат бар, оларды береді, бірақ постоянно бере бермейді ол. Сол спорт комплекстер салынса, каналдар жүрсе, жол, свет істелінген, ол істелінбеді деп айтуға болмайды. Қазір мысалға ауылға кіре берсең, ауыл жақырап тұрады, қандай керемет. Бірақ бір жерде бар, бір жерде жоқ, бір жерде бар, бір жерде жоқ. Трансформатор дұрыс келмейді мысалға, өшіп қалады, сәл жел тұрса, оған ақша бөлінген, бірақ әлі істелінбеген. Сол сияқты мәселелер көп. Енді осы елдің ішінде жүрмесең біле білмейсің ғой. Білмейсің, соны барасың, көресің. Енді халықпен осының арасында мысалы өкіметпен де былай айтқан кезде ауданның арасында бұлай барады, ол қайтады. Соның өзіміздің аудан өзіміз шығып, сол мәселені айтып жеткізсек, соны басына берсек, мандат деген нәрсе сол халықпен биліктің арасындағы кәдімгі. Халықтың үнін жеткізіп, соның үдәбірісін до конца бару керек болып тұр ғой, айтқан кезде. Соңына дейін барып жеткізу керек болып тұр. Бір күн бара салып, айттым ғой, болды ғой деп қайта салу емес, соның нәтижесін көрсету.
Негізі жеңісіміз. бұл жолғы жаңағы сайлауға мен қосылып тұрған бір тұсым өзі бір биліктің жалпы басшылардың бір халық түсіне бермейтін текстері бар да. Пәлен пайыз ал ауылдың халқы нақты бірдеңе айтшы бізге, не істеп жатсың дейді. Анау пәлен, мысалы мен бір әкімнің жиналысында оқып қалдым. Бәйдібек аудан Шаянның ауылының, сол жерде Батырбек Көшербай деген әкім еді. Сол жаңағы ауылдың ветеринария дейді ғой, мал дәрігер басшысын есеп алып тұр басшысына. Сонымен сиыр не үшін өліп жатыр, осыны қарапайым айтшы халыққа дейді да. Сөйтсе анау айтады да, бір сөйлес 36% көтерілген. Жоқ, қағазға қарамас, жай қағазын жабасашы. Халыққа айтшы, не үшін сиыр өліп жатыр дейді. Қайттан сұрайды. Сөйтсе анау тоқтап қалады да, қайттан қағаз қарайды да, бір сөйлес, жоқ, сен түсінбедің дейді. Үшінші рет айтады. Халыққа айтшы жалпақ тілмен, сиыр не үшін өлді деген сияқты. Ал осы жолғы сайлауда тура елдің ішінен шығып жатқан жігіттер нағыз ауылдың тілінде сөйлей алатын адамдар түсіп жатыр да, менің қуанышым сол. Енді жаңағы бәрінің материалдық мәселелер, рухани тұрғыда не бар? Мектепте мысалы. Бір күні ауылдан қалаға шықтым, күн суық, қыс уақытысы, қыс мезгілі. Машина, көлікке отырғызды мен қыздарды. Енді қалаға кеттім, ала кетем. Оқушы қыздар, мектеп оқушылары, мектеп уақытысына кетіп баратыр. Мен қайда барасыңдар? Қалаға баратымыз, ұбт-ға дайындаламыз, курсқа баратымыз. Қанша төлейсіңдер? Осынша төлеймін. Енді бір ой келді ғой, қыс онан барып апарып тастаймын, қайтарда келе жатамыз, кешке 6-7-де. Қараңғыда, түнде, жолдың бойында, үлкен трассаның бойында бұрылған кезде ауылға. Арамыз 6 километр, 7 километр жер. 5-6 километр. Сол жерде тұрады. Енді барам, әкетем, көрем ғой, сұрайым ғой, ұбт-ға баратымыз. Неге осыны қалаға барғызбай, неге өзімізде оқытсақ? Ауылда. Неге ауданда бар шығар? Қаражат бөлінді ғой уақытында, спортқа бөлінді, секцияларға, білімге бөлінді. Сол сияқты. Сонда осы мәселені бір ауылдан қарасақ, дайындалса ауылда. Неге десеңіз, ауылдағы тұрғындардың қаражатын бәріне жете бермейді ғой. Жете бермейді. Негізінде сол ұбт-ға байланысты сабақ, мысалы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика негізгі мәселе. Одан кейін жаңағы мамандықтарына байланысты география болуы мүмкін, биология, химия деген сияқты болуы мүмкін. Тура сол сабақтарды мектепте беретін мұғалім бар. Бірақ ондай курс ашатын болса, енді оны ақыл қылатын болса, енді ауылда көп жағдайда біз жағы неміз ғой, қалаға жібергенде мастеріміз, бірақ ауылда сондай бір дүние ашылса болмай жатады. Мүмкін өкімет тарапынан кішкентай бір сондай дополнительный жаңағындай курстарға, нелерге, сол мұғалімдерге бөлінетін болса, олар сол жерде қазақ тіл маманы қазақ тілден үйрететін болса, мысалы енді артық ақша төлемеген ол кісілерде енді мүмкін білмеймін ғой. Жалпы мұғалімнің айлығы сол жетпей қалғанға басқа түлектермен де айналысып кетеді. Көбінесе мұғалімдерді естіген сауда жасайды кәдімгі. Жоқ, ауылды жерде мысалы енді ол бір шетінен дұрыс, мен оған қарсы емес, мал ұстайды, малынан ақша табады, басқа да. Енді қазір бірақ Құдайға шүкір, енді бұрынға қарағанда айлықтары дұрысталып қалды ғой. Жылдан жылға көтеріліп жатыр. Алдыңғы министр Аймағамбетов өте көп дүние жасады деп ойлаймын. Қағазбастылықтан көбірек не алды деген сияқты. Бірақ әлі серінетін тірлік өте көп. Сол үшін ауылды жерлерге шын мәнісінде мен өзім біз көрші ауылданбыз ғой, мысалы ше. Біздің ауылдан бұрын алдыңғы нелерде Сихынбай деген ағамыз болған. Кейінгі созывта болмай қалды. Сол кезде мәселелердің бәрі сол кісімен айтып, ол кісі өте көп нәрсе істеді ауылға. Кейінгі уақыттарда біз мысалы кім болып жатыр, басқа білмегеннен кейін айта алмайсың. Кейбір кезде біздің ауылдың тумасы болуы мүмкін, бірақ қалада тұрады, басқа жақта тұрады. Ол жаңағы түседі, депутат атанады, кейін біз көрмей жатамыз. Көп адамды да. Ол көрмегеннен кейін оған айтылмайды. Жаңағыдай басқа да. 5 жылда келеді. Ауылдың адамы болса, Мақсат ағамыздың ауылының адамдар онсыз да мәселені айтып жүрген, депутат болған кейін, одан да қатты айта бастайды. Анау мәселе бар, мынау мәселе. Оны айтқызбай істейді ғой. Мысалға да ауылдың адамы ше біледі уже проблеманың бәрін біледі. Ауылда не проблема бар екенін біледі. Сондықтан негізі енді мен жеке ойым ғой, әлбетте. Осындай аудандық мәслихаттарда әрбір ауылдың өзінің азаматтары болған дұрыс шығар деп ойлаймын да. Себебі сол елді мекеннің
проблемасын білетін. Иә, мүмкін олардың өзінде жақсы адам деген мамандық емес қой негізі. Бірақ анау жаныңда тұрып, күнде халық бір нәрсені айтып тіреу етіп тұрған кезде ол бәрібір тыныш жата алмайды да. Сондықтан әрбір ауылдан өзінің азаматтары шыққан дұрыс. Кейде сол сырттан келіп, сол ауылдың кезінде тумасы болған адамдар түсіп, сол депутат атанып атады, бірақ оның пайдасын, былай нәтижесін сезінбей жатамыз да біз ауыл тұрғыны ретінде. Мен де қосыламын. Расымен де әр ауылдан бір жаңағыдай мықты азаматтар шығып, өзінің ауылына қызмет етеді деп сенемін. Жаңағыдай сырттан келеді, ол ауылда тұрмаған, білмейді. Мен енді сол ауданда тұрғаннан кейін ауданның мәселесін білемін. Әр жерде достарым бар, танисың, араласқаннан кейін танисың. Ал ауылдан шықпай отыра беруге ол да болмайды. Былай айтқан кезде сыртты көру керек, көргеннен кейін адамның ой өрісі өзгереді, көзің ашылады, білесіздер ғой. Құр оқып біліммен емес, даже адамдармен араласуың, сөйлесуің, үлкенмен үлкендей, кішімен кішідей, оның ситуациясына кіру керек. Ауылда білу керек, былай айтқан кезде, сырттан керек жоқ. Бұл депутаттық атақ абырой емес. Реально жұмыс істеу керек. Жауапкершілік. Жауапкершілік, аманат. Сенің артында халық тұр. Сол халықтың үнін жеткізу керек. Осыны шын ниетпен істейтін болса, бұл өзгереді деп ойлаймын мен. Ауылға әкеп үйіп төгіп жасап бір жылда енді бітетін тірлік емес, шаруа емес, оңай шаруа емес. Мысалы спорт комплекске пәленбай ақша бөлінеді, оны білеміз. Қазір оңай ақша емес, бірақ соған септігін тигізіп, айттым ғой жаңада, мен өзім кішкентай жұмыста жүрсем де, кішкентай түрі таныс болып қалып, аға мынау дегенде бір жол салынып кетті. Жаңа мектеп салынып кетті мысалы. Сол сияқты енді мен сыртта жүріп, сол ішіне кірмейміз ба? Ауылға бұрмаймыз ба? Деген ой келді да енді. Өзім түзеуден бастадым десекші. Өзім түзеуден бастадым. Билікке ұмтылмай жатыр. Иә, билікке ұмтылмай, өзім түзеп ауылға тартсақ деген ой ғой. Негізі жалпы анау көп комментарийлер болсын, немесе өзімізде чаттар көп қой қазір. Мысалға бір 30-40-50 чатта бар шығармыз қазір. Сол жерде осылар неге мынаны істемейді? Кеше ғана мынау кісілер неге ананы айтпайды? Сол неге ол, неге мынау деген бізге бір қалыптаспаған дүние болып қалды. Неге мен деген, неге мен істемеймін деген нәрсені өзімізге қоймаймыз ғой. Неге сен істемейсің? Неге басқа біреу істеу керек, бірақ сен нақта керемет ақылшысың? Барсайсың. Сен біреуді критиковать етіп жатсың ба? Саған ұнамай ма ол? Онда сен сол жерге барып, сол нәрсені дұрыстауға тырысуың керек. Егер дұрыстауға сен тырыспай, әшейін тек қана жаңағыдай диванный критик болып отыра беретін болсаң, онда сен жай ғана әшейін құр сөз. Сондықтан менің түсінігімде Мәкең сол нәрсені өзіне неге аналар үйтпейді, неге депутаттар үйтпейді демей, өзім сол жерге барайын, сол жерде бір нәрсені өзгертуге тырысайын деген амал деп түсінеміз. Абайдың сөзі бар ғой. Болыс болдым мінекей, бар малым шығындап деген сияқты. Қазір ақша керек болып жатыр ма? Сайлауға түсуге ақшаңыз бар ма? Ақшаның енді өзіміздің қаражатымыздан 350 мыңдай ақша бөлінді. Бөлдік енді жаңа 350 мың тіркелу үшін жаңа взнос дейді. Төледік. Енді соның ішінен газетке, жарнамаға, жаңа билбордтарға ақша бөлінеді. Сол ақшадан бөлінеді. Өзіміз жаңа банктен есепшот аштық, сол есепшотқа ақша аударады. Солдан жаратымыз. Енді бұрынғыдай дастархан жайып, мына кісіге сыйлық беру деген нәрсе жоқ. Үйме ет тарату, ұн тарату деген ондай нәрсе жоқ. Бәрі тоқтады, иә? Оның бәрі тоқтады. Тыйым салды. Тыйым салды. Енді барасын қарапайым халықпен тілдесу керек қой. Қарапайым болу керек мен ойымша. Мәміле дейді ғой. Мәмілеге келу керек. Жаңа өзің айтқандай адам түсінбейтін тілмен емес, адам түсінетін тілмен сөйлесу керек та халықпен. Ол да өзің адам ғой, өзің қазағың ғой, қарағыз айтқан кезде дұрысынан келіп, дұрысынан соның ситуациясына түсу керек та, түсіну керек. Баяғыдай бір нанмен сатып ала беретін дауыстар тоқтаған шығар енді қысқасы. Биыл енді заңмен шектеліп қойды. Бағана әңгіменің басында бір мандаттық нелердің барлығы 2004 жылы болды ғой соңғы. Сол кезде көбінесе осындай еді ғой, жаңағы ұн тарқады.
бір ауылға ұн тарқатып тастайды, май тарқатып тастайды, сондай кездер ғой. Бірақ партийный не болғалы бері ондай нәрселер өзі тоқтады ғой жалпы. Қазірде бір мандатты қосылғанмен ол дүниенің барлығы тыйым салынған. Енді ол кездегі мен қазірін салыстыруға болмайды, мен ойымша. Енді ол кезде сондай болған шығар ситуацияда. Қазір халықтың көзі ашық, әлеуметтік желіде кімнің не істеп жатыр, кім не қойып жатыр. Енді біз енді өзіміз жариялаған жоқпыз ғой. Енді айтуға да енді кімге айтасыз? Бір енді былай айтқанда бір жарып тастаған ештеңе жоқ. Бір кәдімгі ауылдың баласы қолынан келген нәрсеге әйтеуір ауылға болса деген әңгіме ғой. Ауылдың баласы енді ауданға шығып жатыр, Құдай қаласа сәттілік болсын. Енді мен өзімді тағы бір мазалайтын сұрақ. Жалпы кейінгі бір басшы, депутат болып жатқан адамдар көбінесе фамилиясы танымал. Бұрын мынандайдың ұрпағы еді ғой, мынандайдың баласы еді ғой, анам баласы ғой, мынан баласы ғой деген көйіп кетті да. Ал кейбір кісілерді қарасаң, мысалы, қандай тұлғаларымыз бар еді. Оның өмір тарихы бір қиындықпен келген де билікке. Мысалы айтады ғой, бұл жағдай оңайға жеткен жоқ, пісте сатудан бастады деген сияқты оқиғалар қазір жоқ та. Көбінесе анан баласы ғой отырған, мынан баласы ғой отырған болып кетті. Сіздің жас шағыңыз қалай болды мысалы? Төбеден түстіңіз бе? Әкеңіз бастық па еді? Енді әкеміз өмірден ерте өтіп кетті, әкемді еміс білеміз. Анамыз енді еңбекқор болды ғой, анамыз осы күнге дейін саудада істеді, 42 жылдан асып кетті. 18 жасын саудада істеді. Сол анамыз 24 жасында ерте күйеуден қалғаннан кейін ярмарка болды ғой. 24 жасында? 24 жасында қалды 2 баламен. Кейін ағам қайтыс болды, оның алдында інім қайтыс болды. Анамыз екеуміз кәдімдей, ағам енді осы кейін қайтыс болды. Бірақ сол кезде анамыз екеуміз сөйлеп өсірді ғой, айтқан кезде. Үй жоқ болды, үйді нағашыларымыз сатып берді. Ештеңкеміз жоқ болды, айтқан түгіміз жоқ. Содан не керек, сол жерде еңбек еттік, егінмен де айналыстық, малда бақтық. Ең бірінші алғанымыз біздің жаңада егін егіп болгарский деген болған. Сол кезде болгарский сатып 16 миллион баяғы деревянный ақша болатын. Сол кезде ең бірінші біз сатып алғанымыз ешек болған кәдімгідей. Ешек сатып алғанбыз, ешек. Көршілер, балдардың жағдайы барлардың бәрінің ешегі бар да, енді ешек хит болатын ол кезде. Ешек сатып алғанбыз. Алғашқы көрдіңіз. Алғашқы ешек алғанбыз. Оған оны мамам анауға бір атаға барып, сол кісіге барып, мына балдарыма деп алып келген да. Содан не керек? Ярмаркаға баратын, анамыз сауда істейді, мынандай бутылка болатын, лимонадтың жаңағыдай бутылкаларын жинаймыз біз. Сонымен сатады, енді тиын тұрады ғой. Содан саттық. Енді содан бастап біз саудада шықтық. Одан бөлек кейін мемлекеттік жаңа магазиндерде болды. Сонымен жұмыссыз қалды, тоқырау болды. Сонымен огород егіп кеттік. Бір 20 гектар жер бар. Соға нағашыларымызбен бірге басына киіз үй құрып, мал бағып, соның басында жүрдік. Сонымен не керек 95 жылы ағамыз екеуміз шлакал оқиды, ол 97 жылы. Ол университеттен келеді, түсіп оқуға түсті енді өзі. Сонымен ол суббота күні келеді, шлакал оқиямыз ғой. Әкімді шлакал оқиямыз. Ана апа алып күні біреуден сұрап алдық арендаға. Енді ол кезде ақшалай емес қой, ол кезде заттай бересің әйтеуір. Бірден кешерден жап, бір қап картошка деген сияқты. Есімде жоқ не берген. Сонымен шлакал оқиып, 4-ке 5 анам әкімшіліктен жер алды. Будка деген хит болған сол кезде. Білесің ғой, хит анам ашып, киоск деген будкың бар, мәс саған. 17 жасар баламын, оның алдында алма саттық, шие саттық, саудамен айналыстық енді, көз ашқалы саудамен. Содан жаңа будкада істеймін 5000 теңге. Анам енді ана магазинде жүрді, бірақ ол бітіп жатырды да, ештеңе жоқ. Магазин бар, бірақ ішінде түк жоқ. Жоқ ішінде ештеңе. Қарауылда отырды, қарауылда шейін. Содан не керек, былай келдік, базар басталып жатыр, озира бар. Содан сағыз сатып әкелем ғой, 5000 теңгеге, 135 теңгеге ма сағыз әкелем, 3-4 блок, бір сникерс, марио деген. Содан жекелей сатасың. Содан жекелей сатасың ғой. Ауылға. Сатасың, таусылады, қайтып барып бересің. Содан деп бір жыл, бір жарым жылда ма, астыма 8 алдым, 18 жасында. 8 алдым. Бутылка саттым, бутылка жинадым. Сөйтіп, менің сыныптастарым, класстастарым оқуға барды, мен бір жыл оқуға түсе алмай қалдым. Қаражат болмады. Енді ол кезде ақшамен түсіп, ақшамен оқисың ғой, шынында да. Содан анама көмектесем дедім енді. Анам бір өзі.
сол кісіге көмектесем деп оқи алмай қалдым да, сөйтіп келесі жылына түсем дедім да, келесі жылға түстім Мұхтар Әуезовке. Сол оқуда оқып жүріп, телефон жоқ ол кезде. Автобус бар ауылда қатынайтын озераға. Хат жазып жібереді жаңа водительден. Жаңа заявка жазып жібереді. Уақытын білем. Сол уақытта сабақтан ұшып келем да, базарға келем да, ананы алам да, салам да, базардың бәрі таниды ғой мен енді. Базардағы бүкіл оптовиктер таниды ғой. Баяғыда көк пакетмен, мына қызыл шивакимен жүретін болсам, кейін уже ташкент жалдайтын болдым ғой. Сондай жағдайға уже баяғыда бірінші өзім көтередім. Ол кейін бір мынандай кішкене ташкент жалдайтын болдым. 30 теңге 40 теңге. Одан кейін барып жайлап жинап, үлкен ташкент жалдайтын болдым ғой. 2 ташкент уже ташкенттің бәрін танисың. Сако, анаған бар, мен айтып кеттім деймін. Бұрын өзім таситын едім ғой, күтіп тұратын. Қазір барамын да дайындатамын. Анаған заявканы қолына беремін, тез деймін, ақшасын беремін да кетемін. Келесі. Ана балдар жинап кетеді. Алғашқы көлігім ешек. Алғашқы саудам сағыз десеңші. Иә, алғашқы көлігім ешек. Содан дамыдық қой, өстік қой. Одан кейін қызметкер болдыңыз. Иә, содан енді 2005 жылға дейін үйлендік. 2005 жыл үйленгеннен кейін анам айтты, мен енді оқыдым ғой, мен қызмет қылайын, елмен араласайын. Енді базардың бәрін таниын, базар мені таниды. Елге қызмет қылайық. Сонымен не керек, ауданға жұмысқа тұрдық. Бір тиынсыз. Мен айтайын кетейін, мен қанша жұмыс істедім, бір жұмысқа ақша беріп тұрмаппын. Мен осы соңғы кезде есіме келіп жатыр да, осы. Біреулер ақша беріп кіреді ғой. Расымен барды, қабылдады таныс арқылы. Рас, оны жасырмаймын. Бірақ ол кісі таныс. Бірақ енді маған кел деді да, бір күнде документін қабылдады да, ертеңнен бастап жұмыс істеді. Мен ол жұмысты, мен мамандығым басқа, мен басқа нәрсе істеп жатырмын. Енді тырысып, жексенбі, сенбі деген менде демалыс жоқ. Сол жұмысқа вникать етіп, кәдімгі сол жұмысты атқардым. Сөйтіп, бір айдан кейін, енді 2 апта өткеннен кейін қабылдандың деді ғой, енді маған приказ шықты ғой, енді айтты ғой 2 аптада. Сразу приказ шығады, бірақ енді қалай алып кете аламын ба? Мен осыған. Ана кісіге ұят келмей ма деген ой болды ғой. Алып кеттім, үйреніп кеттік, араластық. Сол кісінің қолында, жанында жүріп, әжептәуір қызмет еттім. Қасында жүрдім. Ұрсат, кейбір кезде нәпсі көтере алмаймын. Ашуым келеді да, енді мен суббота күні істеймін, түнгі 11-ге дейін істеймін, түнде 700 теңге таксимен ауылға қайтамын. 700 теңге деген ауыр. Қиналдым бірінші кезде шынында. Мен енді сауда істеп жүрген, қолымда ақша болып жүрген адам. Ана жерге бара салып, бір айлыққа 8.000 айлық, 16.000 айлық аламын. Жанында бір бала бар, оған 8.000 теңгесін бөліп беремін. Шынымен қиналамын да енді. Бір айға не болды? 700 теңге таксиім бар. Түнде енді мен 10 сағат 8-де мен автобус шығып кетіп тұрған. Айлыққа такси өтеді. Иә, сол айтқанда айлыққа таксиге беріп жүрсің. Иә, содан не керек? Жаңа машина алғаннан кейін жаңа арада біраз не болды да. Содан айтайын дегенім, одан кейін қанша жұмысқа кірдім, бір тиын ақшасыз кірдім. Соңғы 2 ай ма дейін айлық төленіп тұрды да. Отказ бердім. Жалпы негізі бір жұмысқа ақша бермей кірген адам, өзде адам жұмысқа қабылдайтын болса, бір тиын алмайды екен. Иә, ол мен де жұмыс ашып, өзім жекеменшік жаңа аштым. 48 бала жұмыс қалдым. Біреуінен бір тиын алған жоқ. 48 баланы жұмыс қалдым. Біреуінен бір тиын алмай жұмыс істеді. Ол әлі күнге шейін мен ол бәрі мені таниды. Енді ішіндегі 1-2 азаматтар бар, жұмыс істемейді, әкесінің балдары, жаңа таныс арқылы келген дегендей. Сразу жұмыс ауыстырған жерлерден абыроймен кеткенсіз ба, негізі әлде? Енді мен жұмыстан ешкім шығарған жоқ, мен өз еркіммен кеттім. Осы күнге дейін әлі мынау соңғы жұмысымдағы бастығым бар. Осы пенсияға кететін. Айналайын, Мақсатжан, кел, мына орынды босатып беремін дейді. Қазір кел, замдық орын тұр дейді. Сол орынға кел дейді маған. Айтамын, жоқ, рахмет, келмеймін. Мен кетіп баратын пенсияға, менің орныма сен отыр дейді ғой. Жоқ, болды, мен ешкімнен ол өз еркіммен, ешкіммен таласқан жоқпын. Әлі де араласам, барлығымен араласам, сәлем түзу. Енді сұрап жатқан нәрсем, талай депутат сайладық қой өзімізді кейін. Атын да таппай қалдық, түрін де көрмей қалдық дегендей ғой әйтеуір. Атауын жерге тіге қалады дегенде әйтеуір барған жеріңізде бір жақсылығыңыз қалып жатса деген ойда енді. Иә, әрине енді. Ниет қой, ниетке байланысты деп ойлаймын мен. Сіз де ел ішінде жүрсіз ғой бекен, мысалы, қайырымдылық қорларда жүресіз. Әлі Мәкең көре алмаған осы сайрамның нелері бар ма? Түзету керек нәрселері, жасау керек нәрселері не бар? Жаңа сөз барысында айтты ғой, жаңа арық мәселе басқа деген сияқты. Бізде баяғыда мысалы Қасымбек Датқа, біз Қасымбек Датқаның өзінде тұрамын мен. Қайнарбұлақ ауылдық округінің
орталығы. Иә. Бізде баяғыда нелер болатын тұғын, арықтар болатын, су ағып кететін. Қазір Жаңбыр жоқ. жауған кезде басқа су ағып кететін. Сол арықтардың бәрі бітеліп қалды. Мен осы мәселені негізі ауылдың азаматтарымен көтерген тұғын. Оған не керек енді? Бірінші смета керек. Бұл жерде бір нәрсені істеу үшін, мысалға, сіз жеке компания болсаңыз, сізге компанияңыздың эффективностін көтеру үшін бір нәрсе керек болатын болса, сіз отырмайсыз ғой, жұмысшыңыз сізге хат жазып, сіз одан кейін оны бүйтіп қарап, оған қол қойып, одан кейін барып, сіз тез жұмыс істесе, бизнестің несі сол жерде да, өйткені сенің тез табыс табу үшін не істеу керек деген ойды тез жүзеге асырасың. А мемлекеттік неде көбінесе бюрократия, бірінші сен ол не жаңа сметасы істелінеді, оның жаңа бір несі жасалынады, одан кейін ол ана жаққа өту керек, ол жақтан одан кейін ол биылға бюджетіне кере ме, жоқ, ендігі жылдың бюджетіне кере ме. Ұзақ та процесстер. Мысалы, біз енді жаңағыдай өзіміз білетін депутаттар басқалар отпағаннан кейін бұл процесс созылып кете береді ары қарап. Негізгі бір ауылда мен үшін қазір проблемалардың бірі сол да, мысалы, газ проблемасы шешіліп қалды. Мысалы, енді тағы біраз ауылдар бар, су мәселесі шешілген. Идеалін деп айтамайсың, әлде проблемалар көп, жаңағы айтып отыр, свет бар, бірақ мәселесі бар онда. Жаңағы генераторы бар, басқасы бар, көшенің освещениесі дейміз ғой, жаңағы көшенің жарығы ше. Ол бізде ауыл бойынша жоқ кезде біз көшенің азаматтары өзімізге істеп алған тұғымыз. Бізде осы 10 жыл бұрын жарық болып тұрады. Бүкіл көше қараңғы, біздің көше жарық болып тұратын онда. Енді мемлекет тарапынан кеп қойылды. Мемлекет тарапынан кеп қойылған кезде мен айттым, біз 10 жақ беттен қойсақ, бұлар сол жақ беттен қойсын дедім да. Сол жақ беттен, тұрсын біздікі түртпесін, ертең өшіп қалса өзіміздің жағы отырады. Шын мәнісінде сондай болды. Өшіп қалды мына жақ. Сосын өзіміздің жақ. Неге десең, әкімшіліктің бюджетінде ақша жоқ. Иә, бір айдай болмады. Ол біздің Қайнарбұлақ әкімшілігінің бюджетінде ақша болады. Содан төленеді. Содан төленеді. А ол азғантай ғана. Неге? Өйткені ауылдық әкімшіліктің бюджетін құрайтын нәрсе ол транспорт, ол үйдің налогы. Ауылдағы үйдің налогтары білесіз 500 теңге, 1000 теңге, кішкентай ғана. Транспорт. Транспорттың өзі, мысалға, мен ауылда тұрып, менің көлігім мысалы қалада тіркеліп тұрады. Сондай мәселелер көп. Негіз бір қарағанда көзге көрінбейтін, бірақ істеліну керек болған осындай мәселелер өте көп та. Соны ертең Құдай қаласа біздің ауылымыздан Сиғынбай ағамыз түсіп жатыр. Сол округтен тағы да Мақсат ағаларымыз түсіп жатыр, басқа округтен де, бірақ біздің ауыл Қайнарбұлақ зонасына қарасты деген сияқты. Ертең осы кісілер өтіп жатса, біз бұл кісілерге айта аламыз. Осындай ішімізде болып жатқан көп мәселелерді айтып жеткізуге болады. Жаңағы свет неге, мысалы 12 айдың кейде 5-6 ай свет жоқ болып қалады. Бюджетте ақша жоқ, оны сен бар әкімге ешнәрсе демайсың, әкімнің қолы қысқа. Не істейді ол өзінің бюджетінде ақша жоқ болса, қалай төлейді ол? Ал оны мысалы Төле би ауданында мен ауылдарды білемін да, сол жерде әкім болып жұмыс істеген достарым бар. Солардан сұрасам, біз аудандық бюджетке ауыстырып жүрміз. Өйткені ауданның бюджеті мықты ғой, үлкен, көп. Мысалға да. Сондай дүниелер бар да, соның барлығын депутаттар арқылы істей аламыз да. Мені жеке ешкім тыңдамайды. Бірақ депутаттар тыңдайды. Сондықтан ондай мәселелер көп. Депутат деген енді екі ортадағы алтын көпір ғой енді. Сол үшін жаңа өздеріңіз айтқандай бір жерге сырттан келіп біреу отырмай, елдің ішінен шыққан, жаңа халықтың сөзі өтетін, біздің сөзімізді ана жақта айтшы, болмаса ол жақтағы қаржыны бері қарай бөлші дейтін адам керек қой. Оның үстіне Қажеке андай ғой, өзі қазақтан сөз бар ғой, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Біз енді 30 жылдан астам уақыт өтті, кейде бұл бір жағынан қарасаң көп сияқты, бір жағынан қарасаң өте аз сияқты. Енді мемлекет тұрғысынан қарасаң әлі біз жас мемлекетпіз ғой, тәуелсіздігімізді алып, не алған. Бірақ осы бір Советтік одақтың идеологиясынан, одан кейінгі біз мемлекетіміз ашылғаннан кейін неше түрлі идеологиялар кіріп кетті ғой негізі. Біз енді мектеп оқып жүрген кездерде естеріңізде ма? Мексиканский кинолар, бразильский кинолар. Біз неше түрлі сондай идеологияларды сіңірдік.
ұлттық идеологиямыздың көбінесе біз түсінбей қалдық. Не біздіңкі, не біздікі емес деген сияқты. Мысалы, қазір жалпы үйлену процесіміздің өзі Европа болып кетті ғой, шыны керек те, жаңағы. Бізге тура келмейтін дүниелер болып жатыр да. Сол айтайын дегенім, бізде бағана айтып отырмыз, депутаттар анау болды, мынау болды. Бірақ ол да болсын халықтың сұранысының нәтижесі болды деп ойлаймын да. Қазір мысалы біз қатар жігіттер, бізден кейін келе жатқан бауырларымыз елдің қамын ойлайтын дәрежеге жетті. Баяғыда бір ауылдан бір ғана азамат емес, кемі 20-30 азаматтар бар қазір. Бірақ солардың мемлекетке бөлінетін ақша болсын, бөлінмесе де ауылдың бір жамауын жамап жүр. Енді бірақ арамыздан Мақсат ағамыз сияқты біреу шықса, сол жігіттер айтады, мемлекет тарапынан бізге жақсы бөлінетін дүниелерді мемлекетпен бірге істейміз, мемлекет бөлінмесе біз де қарап отыра бермейміз негізінде да. Тек қана мемлекетке қарап отыра беруге болмайды негізінде. Егер сол мемлекетте жүріп, сен енді біздің мемлекетте қазір бизнес жасауға жалпы өте қолайлы обстановка. Себебі қазір жаңағы тексеру органдары бар ғой, ешқайсысы тексеріп жатқан жоқ. Налогтың қанша уақыт мораторий болды, басқа да деген сияқты да. Енді сен осы мемлекетте тұрып ақша тауып жатсаң, неге ол ақшаны тек қана өзіңді байыта бермей, басқа да нәрсеге бөлу керексің? Яғни, оны істеп жатқан бір азам енді бетіне тұрып мақтап жатқан емес, жақсысын жақсылайын, нұр тасысын дейді ғой, қазақта. Мен айтайын дегенім, сол нәрсені түсінген азаматтардың біреу Мақсат ағамыз. Бұл кісінің енді қол өте ашық, айналасында жаңа шашып жүріп не алады, жейді дей ма, қалай дейді. Мен кейде әркім инстаграмнан көріп қаламын да, Мақсат ағамыз айтамын, өмір андай бір жиындарда басқалар. Бұл кісінің өзінен көрмейсің ол нәрсені. Бірақ басқалардың инстаграмда бір жақсылықтың ортасында Мақсат ағамыз жүреді. Кейін былай жай сұрасаң, ана ұйымдастырып жатқан жігіттер, сол Мақсат ағамыз спонсор болған еді, Мақсат ағамыз өткен еді. Бұл кісі бірақ өзі ешқашан айтып мақтанып бізге не алмаған. Біз оны өзіміз жеке басқа жақтан естіп қалып жатамыз да. Сондықтан тек қана мемлекеттің ақшасына қарап отырудың қажеті жоқ. Бірақ мемлекет тарапынан істелінетін біздің шамамыз жетпейтін дүниелер бар. Соны осы кісілер арқылы шешу керекпіз. Шешу керекпіз, бәрекелді. Қазір өзі үгіт насихаттардың өзінде әр нәрсеге бір уәде беруге де болмай келген ғой қазіргі сайлауда. Жалпы мынаны жасап беремін емес, не жасағыңыз келіп тұр сол сайланған жеріңізге? Қажекен осы жерде бір нәрсе қосып кетейінші. Негізі біз кейде халық бір нәрсені түсінбей жатады да. Депутат деген негізі атқарушы орган емес қой. Мысалы, мәжілістегі болсын, мәслихатта болсын, бұл атқарушы орган емес. Яғни ол барып әкімдер сияқты бір мәселені істемейді. Бірақ депутат әкімдерден де, министрлерден де, мысалы мәжіліс, министр, бұл кісілер жаңағыдай управление дейді, департамент дейді, басқа солардан требовать етеді оларды. Мынау мәселе. Оған байланысты өткен неде мынанша ақша бөлінген еді, оның нәтижесі кән? Неге ол нәрсе болмай жатыр деп бұл кісілер требовать етеді, және соны талап етеді, соны орындауын қадағалайды. Бірақ бұлар атқарушы орган. Сондықтан да депутаттар негізінде біз мына нәрсені істеп беремін емес, мен осы нәрсені істеуге орындалуына, соны қадағалауына, соған дұрыс ақшаның бөлінуіне және сол ақшаның дұрыс жұмсалуына жаңағыдай способствовать деген қалай болады? Жалпы әрекет жасайды. Иә, сол бұл кісілердікі негізі атқарушы орган емес, сол нәрсені түсінуіміз керек та. Сондықтан да бұл кісі қазір мен бір нәрсені істеп беремін емес, мен соның істеуіне көмектесем деген дұрыс емес. Ықпал етесің, шынында да ол күнде ол ақша орын-орнымен жұмсалып жатыр ма, орнымен бара ма, бармай ма? Соны мойынға аманат. Төбеден жұлдыз алдырып алып, мына жерге жаңағы $5,000 ән айтқызғанша, сол $5,000 мына жолға салайық деген адам ғой. Ертең комиссия мүшесі болып, бұл кісі анау нәрсе дұрыс істелді ма? Істелінсе, онда қол қояды. Істелмесе, кешір, айналайын, мынаны дұрыс істемейінше мен қол қоймаймын десе, ешкім еш нәрсе істей алмайды. Сол адал кісілер керек дертін, 5-10 теңгесін қыстырса қол қойып бере беретін емес.
Енді сіздің қандай армандарыңыз бар? Осы нәрсе болып кетсе ғой дейтін ауылдарда. Енді ауылдарда болған жақсы нәрсенің бәрі болған дұрыс қой. Мысалға да ауылдан бәрі көшіп қалаға келіп жатыр. Қалада үй жетпейді, осындай дейді. 20 мың адам кезекте тұр дейді. 20 мың адам кезекте тұр дейді да. Бәрі ауылдан келгендер. Бәрі ауылдан келгендер. Неге деген сұрақ? Неге? Ауылда жағдай жасау керек. Қимылдау керек. Әрекет ету керек. Мен намыстанбаймын, мен қой да бағам, сиыр да бағамыз әлі де бар, тауық бағамыз. Өзімізде жұмыртқа сатып алмаймыз. Қойды өзіміздің қорадан сойып жейміз. Бордақы да бағып саттық. Бұл айтқанда, егін егеміз, арпа егеміз, бидай еккіземіз. Жер бар. Барлығында берілген жерлер бар. Общий долевой дейді мысалы. Баяғыда ауыл шаруашылық несінен бәрінен өздерінің үлестерін алынған үлескерлер бар. Бәрінің жері бар. Бірақ енді солар бөлініп алғаннан кейін арзымайтын 3 гектар, 2 гектар, 5 гектарге невыгодно да айтқан кезде оны. Соған енді солярка бөлінеді ғой. Соның бәрін жеткізу керек. Оны белгілі бір 4-ақ адам алады осы бізден. Білеміз оны. Неге соны мыналар біз өзіміз 10 адам жиылып ішінен бір төраға сайлатып, соны еккізсек, сол жерге қаражат, соны бөлгізсек ақшаны. Негізінде мемлекет тарапынан беріліп жатыр ғой. Кәсіпкерлік істеуге де беріліп жасалып жатқан дүние көп, бірақ ауылда оны білмейді. Ертең Мақсат ағамыз ол нәрсенің бәрін білгеннен кейін, ауылда тұрғаннан кейін чатта бар ғой бұл кісі мысалға, жігіттер жиналайық дейді да, мынандай нәрселер бар екен, неге істемейсіңдер? Істейік. Біз істейік десек, оны бізге барсақ ешкім түсіндірмейді десе, кім түсіндірмейді? Түсіндірмейтін адамдар маған айтыңдар деп. Депутат ретінде бұл кісі барлығынан теревет ете алады да ертең. Түсініп отырсыз ба? Жалпы ресми волонтер екен ғой. Мен айтайын дегенім, бізде 8 миллионға жуық халық ауылды жерде тұрады Қазақстанда. Бұл 40 қанша пайыз? 41 пайыз ба сондай, Енді қараңыз, сол кісілердің ауылда тұрған кезде кәсіпкерлікпен айналысуға мүмкіндігі бар. Мысалға бізде ауылда көп жағдайда не бала оқу бітіріп жатқан кезде не істеймін деген кезде, егер қалаға кетіп анау-мынау болса, мүмкін бір маман. Бірақ егер ауылға келетін болса, немесе келін болып жастай түсіп қалып жатса, оның оқитын негізгі 2 мамандығы, біреу докторлық, біреу мұғалімдікті. Неге? Өйткені ауылда бір медпунктке кіргіземіз, және мектепке кіргіземіз деген да. Ол басқа нәрсе көріп тұрған жоқ та ауылдан. Енді сол ауылда кәсіпкерліктің дамуына, ауыл шаруашылықтың дамуына, оған бөлініп жатқан ақшалардың бар екенін көрсету, осы кісілер сияқты адамдар оны істей алады. Бірақ жай кезде оны қанша айтса да адам қабылдауы мүмкін, бірақ ол депутат кезде айтса, адамдар құлақ асатын болады. Ал онда сәттілік, саяси дода дейміз, жалпы бір жарыс болып қалды ғой. 2004-тен кейінгі қызық сайлау осы болады. Биыл қызық болып жатыр. Енді жаңағы не дейді? Жастарға мүмкіндік беріп жатыр. Вертолетпен ұшып, ауылдың төбесінен көрген емес, ешекпен жүріп, елдің ішіндегі мәселелерді көрген кісіге қолдаудасымен көрсету керек сияқты. Сәттілік.